Қайырлы күн. Менің есімім Сәуле, мен заңгермін. Бүгін қаңтар оқиға бойынша моральдық және материалдық шығынды өтеуге құқығы туралы сөз етсем деймін. Адам өмірі ең жоғары құндылық. Оны мемлекет өзінің барлық күшімен және құралдарымен қорғауға міндетті. Өмір сүру құқығы әрбір адамның ажырамас құқығы. Бұл құқық заңмен қорғалады. Ешкім өз бетімен адамды өмірден айыра алмайды. Бұл біздің ата заңымыз Конституцияда бекітілген. Енді бәріміз білетіндей былтыр 2022 жылдың қаңтар айының басында Қазақстанның бірнеше қаласында жаппай тәртіпсіздіктер орын алып, онда бейбіт тұрғындар қаза тауып, жарақат алды, мүлік, инфрақұрылымдар жойылды және басқа да ауыр зардаптар келтірілді. Бұл ретте Қазақстан Республикасының азаматтары жазықсыз зардап шекті. Көптеген адамдар заңсыз қылмыстық қудалауға тартылды. Егер қаңтар оқиға кезінде сіз немесе сіздің жақын туысқаныңыз, марқұм болған туысыңыз заңсыз қылмыстық қудалауға тартылып, кейіннен іс-әрекеттеріңізге қылмыстық құқық бұзушылықтың болмауына байланысты ол іс тоқтатылған болса, сіз моральдық және материалдық шығынды өтетуге құқылысыз. Адамды толық ақтау дегеніміз оған қатысты соттан ақтау үкім шығарылуы, немесе анықтау, тергеу органдарының, прокурордың оқиғаның болмауына байланысты қылмыстық істі тоқтату туралы қаулы шығарылу. Бұл қылмыс құрамының болмауына байланысты немесе адамның қылмыс жасауға қатысуын дәлелдемелерінің болмауына байланысты жүзеге асады. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 39 бабына сәйкес, қылмыстық процесті жүргізетін орган адамды толық немесе ішара ақтау туралы шешім қабылдай отырып, оның зиянды өтету құқығын тануға тиіс. Ақтау үкімінің немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеру тоқтату туралы, өзге де заңсыз шешімдердің күшін жою немесе олардың өзгерту туралы қаулының көшірмесі мүдделі тұлғаға табыс етіледі, немесе пошта арқылы жіберіледі. Сонымен бір мезгілде оған зиянды өтеу туралы талаптар қою тәртібі мен мерзімдері түсіндірілген хабарлама жіберіледі. Залалды өтетуге құқығы бар қайтыс болған адамның, мұрагерлерінің, туыстарының немесе асырауындағылардың тұрғылықты жері туралы мәліметтер болмаған кезде, оларға хабарлама қылмыстық процесті жүргізетін органға олар өтініш жасаған күннен бастап 5 тәуліктен кешіктірілмей жіберіледі. Қылмыстық іс жүргізу кодексі 41 баптың 1 тармағына сәйкес, адамды ақтау туралы шешім қабылдаған қылмыстық процесті жүргізуші орган келтірілген зиян үшін одан ресми түрде кешірім сұрауға міндетті. Яғни, прокуратура сізге қылмыстық қудалауды тоқтату туралы қаулы шығарған кезде, келтірілген зиянды өтеу туралы талап арызды беру тәртібі мен мерзімдерін түсіндіріп, ресми түрде кешірім сұрауы керек. Бұлай жасалмаған жағдайда сіздің қылмыстық процестік кодекстің 39 және 41 баптарынан ережелеріне сәйкес хабарламаны алуға және ресми кешірім сұрауға өтініш беру құқығыңыз бар. Енді хабарламаны алғаннан кейін сіз моральдық зиянды өтеу туралы талап арызбен Астана қаласының азаматтық істер жөнінде ауданаралық сотына жүгінуге құқығыңыз бар.
Жауапкер ретінде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігін көрсетесіз. Талапқа жеке куәлігіңіздің көшірмесін, қылмыстық қудалауды тоқтату туралы қаулы, тағы барлық медициналық анықтамаларын қоса берілуі тиіс. Егер сіз қайтыс болған адамның жақын туысы болсаңыз, сіз сондай-ақ қайтыс болу туралы куәліктің көшірмесін, сізді жәбірленуші деп тану туралы шешімінің көшірмесін, сондай-ақ туыстық қатынасты растайтын құжаттардың көшірмесін, мысалы, неке туралы куәлікті немесе туу туралы куәліктің қоса беруіңіз керек. Әзірге осы. Бұл тақырып сіздерге қызық және пайдалы деп үміттенемін. Егер сіздерде сұрақ болса, мен жауап беруге дайынмын. Келесі кездескенше